Сәлем құрметтім. Бүгін мен сіздерге өте оңай жасалу жолы салаттың рецептімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, пікір жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта шыққан рецепттерді алғашқылардың бірі болып көру үшін қажетті заттарды описание бөліміне жазып кететін боламын. Бізге алдымен піскен ет керек болады, жүгері, сосын қияр керек болады. Алдымен піскен етімізді өзіміз қалағандай етіп кесіп аламыз. Келесіде қиярымыздың екі шетін алып тастаймыз, өзімізге керек емес жерін. Қиярды да өзіңіз қалағандай етіп турай беруге болады. Маған осылай сопағынан тураған ұнады. Сол себепті осылай турадым. Достар, менің жасаған салатым бір ыдысқа ғана жетеді. Ал сізге көп етіп жасау керек болса, рецебін көбейте берсеңіздер болады. Келесіде піскен екі жұмыртқамызды да сопағынан осылай турап аламыз. 3-4-ке бөле салдым. Сізде солай жасай салыңыз. Дәмі өте ерекше болады. Түрі де әдемі болып тұрады көрген кезде. Дастарханыңыздың сәнін келтіретініне сенімдімін. Келесіде бізге пекинский капуста керек болады. Керек емес жерлер, яғни қатты жерлерін алып тастаймыз. Жұмсақ жерлерін ғана салатқа қосатын боламыз. Капустаны да өзіңіз қалағандай етіп турай беруге болады. Енді дайын болған заттарымыздың барлығын таза ыдысқа салып араластыратын боламыз. Жүгері бір кеседей салдым. Майонезді қалауына қарай көресіз. Өзіңізге қалай ұнайды, солай сала беруге болады. Жақсылап араластырып аламыз. Достар, ескеретін жағдай, ет болмаған жағдайда орнына тауық етінің төс етін, окорочка, яғни тауық еті, соны қосуға болады. Менде майонез аздап аз болған екен, үстіне тағы салдым. Салатымыз дайын болды. Дастарханға ұсына беруге болады. Сәндік ретінде капустаның 2-3-тігінен 2 шетіне салатын боламыз. Оның үстіне дайын болған салатымызды әдемілеп салып, артық жерлерін салфеткамен сүрте беруге болады. Міне салатымыз дайын. Дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Дастарханыңыздың дәмінде, сәнінде келтіретін өте керемет салат болып шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп, пікір жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Пайдаңызға жарап жатса, пікір жаза кетіңіз. Достарыңызға да бөлісуді ұмытпаңыз. Сау саламатта болыңыз. Алла сізге разы болсын.